Цусима аралына зәкір тастаған монғолдар алғаш рет жапон самурайлармен шайқасқа түсті. Самурай жасақтарын қырып салған монғолдардың бұл жеңісі туралы хабар император сарайына жетті. Көп ұзамай екі аралдың халқы да Цусиманың кебін киді. Жапонияда соғыс тәртібін қатаң сақтаған самурайлар тек бір-бірімен соғысатын, ал монғолдардың қарапайым халықты қырып салуы олардың үрейлерін ұшырды. Жапонияның өзіне келіп жеткен монғолдар Хаката шығанағына зәкір тастады. Осы жерде монғол десанттары жағалауға бекініп, үлкен масштабты соғысқа әзірлікті бастайды. Кюсю аралындағы самурай жасақтары монғолдарға шабуыл жасаған сайын жапондар саны азая берді, ал монғол әскері олардан анағұрлым көп болатын. Самурайлар өздеріне мүлде беймәлім соғыс тәсілін ұстанатын жаумен бетпе-бет келді.